Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жайлау әуені. Жайлау жазғы қоныс. Жайлауды суы мол, шөбі шүйгін, маса сона, шыбын шіркейі аз жерлерден таңдайды. Қазақстанның әр өңіріндегі жайлауларды рулы ел, қала берді, жеке ата ұрпақтары пайдаланған. Халық қыстаудан көктеуге, көктеуден жайлауға, жайлаудан күзеуге көшіп отырған. Жайлау мен қыстау малға тиімді, тіршілікке қолайлы, көшіп қонуға ыңғайлы жерлерден болуы тиіс. Қазір бәріміз Қошмағамбетовтің кең жайлау күйін мұқият тыңдап алайық. Музыкалық талдау жасайық. Кең жайлау күйінің сипаты қандай? Кең жайлау күйінің суретін салуға қай түсті таңдар едің? Музыкалық анықтама. Қазақ күйлері орындалуына қарай шертпе және төкпе болып бөлінеді. Шертпе күй оң қолдың саусақтарымен шертіліп, төкпе күй оң қолдың саусақтары бірігіп, жоғары төмен серпіліп орындалады. Музыка тыңдап, талдау жасайық. Құрманғазының күйі Сарыарқа және Тәттімбеттің күйі Саржайлау күйін тыңдайық. Екі күйдің темпін, әуенін, музыкалық көңіл күйін салыстыр. Бейне жазбадағы күйшілердің күй орындау кезіндегі оң қолына назар аударыңыз.
үйренуді бастайық. Бүгін біз «Кел жайлауға» әнін үйренеміз. Балалар, әнді үйреніп, орындау барысында әннің сөзінің мағынасына, көңіл күйіне баса мән беріңіздер. Келдік міне жайлауға, жайлау жақсы ойнауға. Ағып жатыр бал бұла, аршалы сай қойнауда. Жайлау, жайлау жасыл тау, жасыл тауда осынау. Жорға мініп ойналып, қонаққа кел досым-ау. Жайлау, жайлау жасыл тау, жасыл тауда осынау. Жорға мініп ойналып, қонаққа кел досым-ау. Аққуындай даланың, ақбоз үйі ағаның. Көрген кезде әжемді, қуанып бір қаламын. Жайлау, жайлау жасыл тау, жасыл тауда осынау. Жорға мініп ойналып, қонаққа кел досым-ау. Жайлау, жайлау жасыл тау, жасыл тауда осынау. Жорға мініп ойналып, қонаққа кел досым-ау. Менің атам қырдағы, бейне батыр жырдағы. Келіп жүр деп жайлауға, жорға тайын сыйлады. Жайлау, жайлау жасыл тау, жасыл тауда осынау. Жорға мініп ойналып, қонаққа кел досым-ау. Жайлау, жайлау жасыл тау, жасыл тауда осынау. Жорға мініп ойналып, қонаққа кел досым-ау. Үйге тапсырма. Кел жайлауға әнін жаттау, әннің мағынасына байланысты сурет салыңыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.